Көңілім қайтты достан да дұшпаннан да. Абай Құнанбаев. Рысқұлов ауданы Максим Горький атындағы орта мектептің 9-шы А сынып оқушысы мен Махмуд Ләйла. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ода тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұнан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық, қарлық, саналы жан көрмедім сөз тұғарлық. Осы елде, осы жерде дәнеме жоқ, мейір қанып, мәз болып қуанарлы. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз жіберіп, күз атын міне алмай жүр. Сабылтып, күнді ұрлатып, із жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныш сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп, қор болып ала алмай жүр. Ел аулақта күш айтқан, топтатанған, арсы жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанбай жүр. Ел азды деп надандар мұнаймай жүр. Ала жылан ашпақа күпілдектер, кісекен деп үлкеннен ұялмай жүр. Бектікте біреу бекіп тұра алмай жүр. Одағы ұры қарды қыра алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телітен тек, жаза тартып ешбірі сұра алмай жүр. Қарындас қара жерге тыға алмай жүр. Бірін сөзі құп алмай жүр. Құда тамыр дос шарың қатын балаң, олар да бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті, көп тентекті жыға алмай жүр. Іште жалын, дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен, мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетіліп, жас жалауға қона алмай жүр. Күз күзеуің жанжалсыз бола алмай жүр. Қыз қыстауың қып-қызыл ол бір пәле, оралып, ешбір шаруа оңа алмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр. Сұрамсақтар нәпсісін тыя алмай жүр. Сәлем бұрыш сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз боп сына алмай жүр. 29-шы қара сөз. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылдыққа, не адамшылдыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде хақыңды қинап, еңбекпенен мал тап деген болса, ол арт кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапсаң қар жанады, сұрауын тапсаң адам баласының бермейтіні жоқ деген, ең барып тұрған, Құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табам деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? 100 күн атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, бір күн мінбей түспей арып, шөмеңдеп, диуаналықпен болған буралық неге жарайды? Алтын көрсең періште жолдан таяр дейді. Періштеден садаға кет край, періште алтынды не қылсын, өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағал айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын дүден жан тәтті дейді. Атанадан мал тәтті көретұғын, антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәрінен де қымбат атанасын малға сатпақ ең арсыздың ісі емес пе? Атана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атананы малға сатқан соң, Құдайға дұшпандығы емес пе?
осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.